Батыс Қазақстан облысында православтық ағайын суға шомылу күнін өткізіп жатыр. Бұл мереке үшін облыс бойынша 45 орын дайындалған. Ал Орал қаласының өзінде 27 суға түсу орны жасақталған. Бұл жерлердің бәрінде төтеншеліктер, полиция қызметкерлері және медицина саласының мамандары кезекшілік етуде. Ощущение отлично, водичка классная. Купаюсь, по возможности, если есть время, и каждый год, если есть время, и если в городе, то стараюсь купаться, да. Православтықтар бүгінгі суды ерекше қасиетке ие деп санайды. Сол себептен де суға түседі, арнайы ыдыстармен үйлеріне алып та кетеді. Бұл күні шіркеу қызметкері суға арнап дұға оқиды. Содан кейін адамдардың суға шомылуына рұқсат етіледі. Скажите, что можете сегодня всем пожелать людям? Здоровья, здоровья. Нет, здоровья. скажите, в этот день? И в этот день, и всегда. Что желаете? Всё. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Как водичка? Горячая. Все. Жалпы крещение түні облыс бойынша 398 адам суға түскен. Адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін төтенше жағдайлар департаментінің 131 қызметкері мен 19 бірлік техникасы түнгі мезгілде кезекшілік қызметін атқарған. Жанат Көшкінбай, Батыр Жамилев, Жайық пресс ақпарат агенттігі.